Айсұлтан Қытайда мөлдірмен болған күтпеген жайт Қытайға аттанған Айс Мөлдірді қатты ренжітіп қойды. Қытайда мисс Мөлдір қызымыз достарымен жаңа кәсіп бастаған болатын. Ал Айсұлтан Қытайға сонымен қатар Мөлдір тұратын қала Гуанчжоуға барған болатын. Осылай көрермендер мен желі қолданушыларды қуанышын жасыра алмады. Себебі Айс Мөлдірдің соңынан қайта қосылу мақсатында аттанды деп жарыса жазған болатын. Тіпті қосылайықтың тікелей эфирінде осы жайлы айтылған болатын. Мисс Мөлдір қызымыз Айс Қытайға аттанғанын көріп қатты үміттеніп қалған болатын. Сол күні Мөлдір эмоциясын жасыра алмай қуанышты позитив стористер жариялады. Бірақ көрермендер мен Мөлдірдің қуанышы су сепкендей басылды. Себебі Айсұлтан Гуанчжоуға Мөлдірді көруге бармады. Айсты асыға күткен Мөлдір қызымыздың әлеуметтік желідегі парақшасы мұңға толы болды. Мөлдір Инстаграм арқылы Айс жайында астарлап тұрып сторис жариялады. Бүгін Инстаға кіретін көңіл күйде болмадым. Көп нәрсе жазғым-ақ келіп тұр деп көзіне жас алды Мөлдір. Ал Айсұлтан Мөлдір тұрып жатқан қала маңында қосылайықтың экс-қатысушысы Нұрболатпен қыдырып жүр. Желі қолданушылары Айста Мөлдір жайлы сұрады. Мөлдірге неге бармадың? Тормыссың ба? Әлде Мөлдірдің жүрегін жаралағың келді ма деп жазды көрермендер. Айсұлтан оқырмандардың сұрақтарына мүлдем ештеңе айтпады. Бірақ ержігіт Ханзада Айсұлтанға айтып тастады. Әп бәрекелді, бұл бір жай Гуанчжоу емес ау. Кезім аңғыған Гуанчжоу о шамамен. Деп жазды ержігіт Ханзада. Бірақ желі қолданушылары ержігіттің айтқанын құптамады. Ай Мөлдір кешіреді деп ойламаймын. Тимурда барған артынан Турцияға ештеңе шықпады ғой айта алмаймын. Бірақ қосылуларына тілекшіміз. Қыдыруға болса Мөлдір барған жерге бармайтын шығар. Соңғы кезде өзгерді, сөйлесіп алған сияқты. Қосылмаса Қытайдан не іздейді, қыдыратын жер жетеді. Интрига салмайтын шығар. Редактор айтқан шығар, қарындасы Мөлдірмен сөйлесіп жүрді, сол екеуіне көпір болған шығар. Деп пайымдады желі қолданушылар мен оқырмандар. Айсұлтан мен Мөлдір Қытайда қайта қосыла ма?